Сағат жүріп жатыр, уақыт тықылдап өтіп барады. Ал уақыт азайған сайын, дәл қазір өмір сүріп жатқанымыздың қаншалықты керемет екенін тереңірек түсінесің. Өмірдің сұлулығы дәл осы сәтте, қазіргі шақта. Жас кезде саған алда әлі көп уақыт бар сияқты көрінеді. Бірақ сенде уақыт жоқ. Жоқ, менің залымда Рокки 3 фильмнен алынған бір сөз ілулі тұр. Сенде ертең жоқ. Саған не болған? Ертең. Ертеңге қалдырайық. Жоқ. Сенде ертең жоқ. Сенде ертең жоқ. Мұны түсін. Және бір жола есінде сақта. Ертең өмірінде түбегейлі өзгерту үшін сен не істейсің? Нақты не істейсің? Қандай әрекет нақты нәтиже береді? Мен дайын емеспін. Ешкім дайын болмайды. Біз өз уақытымызды таңдай алмаймыз. Өлім өмірге мағына береді. Күндерінің санаулы екенін білу, уақытының шектеулі екенін сезіну. Адам 100 жыл өмір сүріп, сонда да өзінің кім екенін түсінбей кетуі мүмкін. Өзінің неге қабілетті екенін білмей өтуі мүмкін. Сондықтан кейін жылама. 70-те, 80-де, 90-да аурухана төсегінде жатып, қап, мен бұл өмірде бір нәрсені жіберіп алдым-ау деп өкінбе. Иә, жіберіп алдың. Өйткені сенің әруетіңнің 75% ішіңде қамалып қалды. Шынжырда шіріп қалды. Тек сен өз еркіңді, өзегіңді, батылдығыңды, қайратыңды табуға тырыспадың. Өйткені бұл қорқынышты. Күн сайын оянып, өзіңе шындықты айту қорқынышты. Мен көп нәрсені білмеймін. Мен әлі әлсізбін. Бірақ мен жақсырақ болудың жолын табам. Қорқыныш іске аспаған әлеует. Бар болған сол. Бұл әрдайым жарт жолда тоқтап қалу әдеті. Іс аяқталмай жатып берілу. Бәрін кейінге қалдыру. Сен жай ғана істеуге тиіс нәрсеңді істемейсің. Сөйтіп бүкіл өмір өтіп кетеді. Сосын бір күні қарт болып оянасың. Артқа қарайсың да түсінесің. Құдай-ау, мен біреу бола алушы едім ғой. Жоғалған уақытты ақшамен қайтара алмайсың. Уақыт сенің ең қымбат ресурсың. Ақшаны қайта табуға болады, ал уақытты ешқандай ақшаға сатып ала алмайсың. Мен бұны айтқанмын, тағы да айтамын. Өмір тым жылдам өтеді. Егер бір сәтке тоқтап, айналаңа қарамасаң, бәрін өткізіп аласың. 75 жыл. Сәтін түссе, шамамен сонша өмір сүресің. 75 жыл. 75 қыз. 75 көктем. 75 рет жаз күзге ауысады. Осыны түсінгенде ғана уақыттың қаншалықты аз екенін көресің. Оны босқа жоғалтпа. 1 минутқа істеріңді тоқтат. Қазір өміріңді толтырып жүрген барлық ұсақ нәрсені ұмыт. Шын мәнінде маңызды нәрсеге қайта орал. Күн ешкім үшін тоқтамайды. Ол ешкімді күтпейді. Ертең таңертең ол бәрібір шығады. Сенің қаншалықты нашар сезініп тұрғаның оған бәрібір. Қазір қаншалықты терең күйзеліске түскенім де маңызды емес. Таңертең күн қайта шығады. Түнде ай қайта көрінеді. Күндер бірінен соң бірі өте береді. Ал сенде әрдайым таңдау бар. Не сен уақытыңды босқа өткізе бересің, жылдарыңды шағым мен күйзелістің ішінде жоғалтасың. Не тісіңді қысып, ары қарай жүресің. Мен көп қателік жасадым, бірақ ең басты нәрсені түсіндім. Өмір жалғасады. Сен жай ғана өзіңді қолға аласың. Дәл қазір тұрған жеріңнен алға қарай қозғала бастайсың. Өмір мәңгі емес. Ерте ме, кеш пе бәрі аяқталады. Битлздың бір айтқандай, бәрі өтеді. Таң мәңгі тұрмайды. Күннің батуын бүкіл түнге соза алмайсың. Көп адам бір нәрсені бастау үшін мінсіз жағдайды күтіп отырады. Олар ең бас нәрсені түсінбейді. Әрекеттің өзі мінсіз жағдай. Дұрыс сәтті күту ешқайда апармайтын жол. Ащы шындық мынау. Әлем сенің сезімдеріңге де, сені қаншалықты сындырғанына да қарамайды. Өмір жалғасады. Ол ешкімді күтпейді. Егер осыны миыңа шегелеп алмасаң, өткен шақта мәңгі қалып қоясың. Өзіңе шындықты айт. Қазіргі өзімнен шаршағаныңды мойында. Бұдан да көп нәрсеге қабілетті екеніңді мойында.
қазіргіден жақсы формада бола алатыныңды мойында. Қазіргіден әлде қайда қатты еңбек ете алатыныңды мойында. Отбасына көбірек бере алатыныңды мойында. Қазіргі өзімнен бірнеше есе жақсы бола алатыныңды мойында. Егер осы шындықты қабылдасаң, егер оны ішімнен өткізсең, саған енді тәртіпті іздеудің қажеті болмайды. Тәртіптің өзі сені табады. Таңертең ерте төсектен жұлып тұрғызады. Өмір туралы біз нақты білетін бір ғана нәрсе бар. Бір күні бәріміз өлеміз. Ақырында бәрі өледі. Бірақ біздің қалдырған ізіміз өмір сүре береді. Сенің ықпалың мықты болу үшін, ол дұрыс негізде құрылуы керек. Сол үшін дәл қазір қолында бар уақыттың максимумын алуға міндеттісің. Бүгінгі күннен максимум ал. Ертең мүлде келмеуі мүмкін. Келсе керемет, оны сый ретінде қабылда. Бірақ сенің қолында бар жалғыз нәрсе ол бүгін. Бұл сенің жалғыз мүмкіндігін. Егер бүгін саған өмір сүруге тура 6 ай ғана қалды десе, сен не істер едің? Нені бірден тастар едің? Қай нәрсеге бар күшімді салар едің? Кімді қасында қалдырар едің? Бұл сұрақтардың жауабы жалаң шындықты ашады. Олар сен үшін ненің шын мәнде салмағы бар екенін көрсетеді. Мәселе мынада. Өзіңді шынайы құрметтеу және өмірге деген от тек бір жағдайда пайда болады. Сенің мақсаттарың мен күнделікті әрекеттерің ішкі қалауыңмен толық сәйкес келгенде. Қалғанның бәрі жай ғана шу. Өміріңнің қалған бөлігімен не істейсің? Барда жауабын ізде. Менің ойымша, адам кейде белгіленген жолдан шығып кеткенде үлкен даналық табады. Өзіне адасуға рұқсат бергенде. Мен бір кезде солай істегенмін. Жай ғана жоғалып, өз жолыңды іздегенмін. Сондықтан дәл қазір қай жерде тұрғаныңды білмесең де, қайда бара жатқаныңды түсінбесең де қорықпа. Сен өз жолыңды табасың. Сен бәрін түсінесің. Мүмкін дәл осы жолда сен өзіңді шын мәнінде танитын шығарсың.